Мемлекеттің қаржысына салынған спорттық нысандарды концерттер мен көрмелер өткізуге емес, жаттығулар мен жарыстар өткізуге қолдану қажет. Бұл жөнінде парламент мәжілісінің депутаты Данияр Қасқарауов мәлімдеді. Ол Алматы қаласындағы бірнеше спорттық инфрақұрылымды арнайы аралап, жағдайымен танысты. Көпшілік көкейінде жүрген мәселелерді көтерді. Әсіресе осы нысандар жергілікті жұртқа барынша қолжетімді болу керектігін алға тартты. Әйтпесе жалғалу ақысын шарықтатып, оны басқа мақсаттарда пайдаланатын басшылар бар. Алдағы уақытта осы проблеманы жіті назарда ұстаймын деді депутат. Бұның содержаниясы мемлекеттен кәдімгі субсидия ретінде безвозвратный ақшалар бөлінеді. Ал оның жаңасында коммерческий зданиялар дейміз ғой, олар қалай пайдалануға беріліп жатыр. Бос кездерінде жазғы кездерінде концерттер, шаралар, бір кезде кейде келсең бір үлкен выставка көрмелер өтіп жатады. Сол қаншалықты қолжетімді спортшыларға, себебі бұл спорттық бағытта спортшыларға арналып салынғаннан кейін спорттық шараларға бұларда үлкен қолдау болу керек. Сол алдағы уақытта қалай жұмыстар атқарылады, қалай жүреді, осы бағыттарды енді қадағалап, қарап отырамыз.